Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың әдебиеттік оқу сабағы 28-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 6-ші тапсырмаға дейін бірге орындайық. Құрметті оқырмандар, сіздерде каналда тапсырмаларды бірге орындау ұнайтын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы кел балалар оқылық. Берілген сөз бен суреттерді пайдаланып, оқу білім жайлы мақал-мәтелді тап дейді, мағынасын түсіндір дейді. Бұл жерде оқу ине мен құдық қазғандай деген мақал шығады екен. Бұл мақалдың мағынасы, яғни оқу, білім алу оңай шаруа емес. Ине мен құдық қазу қандай қиын болса, оқуды өзіңе алу да солай қиындық жолдары болады екен. Бірінші тапсырмаға қарайық. Кел балалар оқылық өлеңін түсініп оқып жаттап ал дейді. Балалар үйден өлеңді жаттап аласыздар. Кәне тыңдайық өлеңді. Ыбырай Алтынсариннің өлеңі. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Өнер кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сиса көйлек үстінде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Өлеңде ақын балаларды неге шақырады? Ақын балаларды оқу білімге шақырады. Мұғалімнің көмегімен өлеңнің тақырыбы мен автордың негізгі ойын анықта дейді. Яғни өлеңнің тақырыбы кел балалар оқылық. Негізгі ойы балаларды оқуға шақыру екен. Өлең жолдарындағы ұқсастың сөздерді тауып оқы дейді. Бұл жерде оқылық, тоқылық, жағылар, табылар деген сөздер келіп тұрген ұйқасып. Келесі тапсырма, бұл жерде ықылас деді. Зерде, ынта, ниет, көңіл, назар дегенді білдіреді екен. Шырақ деген сөз болды. Бөлмені жарық етіп тұратын шам. Бұл жерде жол, сәт, бақ деген ауыспалы мағынада тұр екен. Екінші тапсырмаға қарайық. Топтасып орындайық дейді. Мақал-мәтелдерді есте сақтаңдар дейді. Ынтымақ түбі игілік. Ырыс алды ынтымақ. Ықылас пен ынтымақ бітер іске болсын тап дейді. Екінші тапсырмада шырақ сөзінің тура мағынада қолданылатын нұсқасын таңда дейді. Шырағым-ау, кешігіп қайда жүрсің дейді. Үміт шырағы сөнбесін. Сөредегі шырақты алып кел. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Шырақ сөзінің тура мағынада қолданылатын нұсқасы бұл жерде сөредегі шырақты алып кел деген екен. Келесі тапсырма бізде жазылым жұмыстарын орында дейді. Тор көздерде берілген тірек сөздерді тауып, өлең мазмұнын өз сөзімен жаз дейді. Бұл жерде оқу, ықылас, білім деген сөздер шығады екен. Яғни, егер оқуға қызығып, шын ниетпен, ықыласпен білім алсақ, болашағымыз жарқын болады екен. Білімді адам қандай болады дейді. Білімді адам ақылды, көзі ашық, тәрбиелі болады. Алға қойған мақсаттарына жетеді екен. Келесі тапсырма бізде 4-ші тапсырма берілген екен. Суреттегі балалар іс-әрекеті туралы айт, пікіріңді білдіріп, ортақ тақырып қой дейді. Кәне балалар суреттерге қарайықшы. Суреттен кімдерді көріп тұрмыз, балалар не істеп жатыр? Суреттегі балалар өз қызығушылықтары бойынша білім алуда екен. Біреуі кітап оқығанды, екіншісі зерттеу жүргізгенді, үшіншісі суретке түсіргенді ұнатады екен. Яғни әр баланың өзінің қызығушылығы арқылы болашақта мамандығын табады. Бұл жерде тақырып білімді балалар деп алдық. Келесі 5-ші тапсырмада 4 сөйлем әдісі бойынша өлең тақырыбы туралы өз пікіріңді білдір дейді. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды жасау керекпіз. Менің ойымша, оқыған адамның болашағы жарқын болады. Себебі білімдінің арқасында алға қойған мақсаттарын жүзеге асыра алады. Мысалы, бизнес аша алады. Сондықтан болашағымыздың қамын қазірден ойлайық.
деп өз пікіріміз білдіруімізге болады. Келесі 6-шы тапсырма: берілген өлең жолдарын ретімен қойып оқыңдар дейді. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деп өз орындарына қойып өлеңдерді ретін келтіруге болады. Балалар, міне оқудың қаншалықты қажет екендігін бүгінгі сабақта түсіндіңіздер. Оқыған бала міндетті түрде болашағы жарқын болады, өмірі жақсы болады. Сондықтан әрбір мамандықты таңдау үшін әрине қазірден оқып білім алуымыз керек. Құрметті оқушылар, сіздерге каналда тапсырмаларды бірге орындау ұнайтын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.